О, қалай інім, амансыңдар ма? Жағдай қалай? Шығатын болдыңдар ма? Кім шығады үйден? Атам шығады. Атаң шығады. Дұрыс. Қалаға барып қыдырып қайтсын дедіңдер да, я? Атамды көтеріп алған, нап он орап ағас. Кілем бе әшейін? Кілем. Қан атам. Кәсеңші бер. Шошытып сендерді. Мынау енді жол қысқарсын, мынау өзім созақтан мынау селкілдеп кетті. Ана балон кетіп барадыр ма деймін. Машина немқұрайлы қарайды енді біреулер. Артынан екіншісі кетті. Қанша қозақ сасып кетіп барады. Інім мынау біздің балондар ма? Телешкі болды ғой машина. Ой, пырма үйге келгенше 26 штраф келді ғой. Қойыңыз ай. Ой, рас. Қалай ол? Алдында адам жатыр ғой. Ой. Естушек қой, айуан. Сәл жүргіш қазір өзі тырсылсылын байқаймын деген ғой. Ұмытып кеттім, үйге айдап кеткен ғой. Не алдың, байқадың ба? Үні шықпайды ана. Қазір анау подкаст деген шығыпты ғой. Біздің қатын бар ғой, сондайлар көріп ап 50 жасқа келіп қылық шығарды, айуан. Сөйттім да 50 грамнан кейін сабасына түсті ғой. Аға мықты да мына. Қандай мықты? Алқаш болып кеткен ғой ана қатын уже. 50 грамм беріп алда отырам. Еркек та бақытты болу керек қой. Інім мына пакетін алай деп отырмын. Машина құтты болсын. Қандай құтты болсын, пакетін алуға ғана жетіп тұр ақшамыз. Машина не болды? Машинаны аламыз уайымдама. Мынау City Cars дейтін автосалон. Бүкілі жап-жаңа машиналар. Трейдинг жұмыс жасайды, 5 переначальный машина береді. Историям таза емес дейтін болсаң, 13 банк жұмыс жасайды. Арғынбекова 83. Көріп отырсың осы жерде, сенің атыңнан машина шығарайық енді, інім. Қарашы. Тұрсынбектікі дұрыс емес қой мынау. Онда мен қамыр ауқат істеймін бүгінге. Қамыр ауқат па? Сөйтші. Түнге бірдеңе бар ма? Құршыт жынды. Не бар түнге? Онда мен тағы бір подкаст іздеп көрейін. Көр подкастың. Ой, гигабайт бітіп қапты ғой мияқта. Wi-Fi қосып қойдым. Так, армияға бару керек. Қайсың барасыңдар армияға? Сен бала? Ой, жоқ ой, папа, мен бармаймын армияға. Жұмыстарым бар ғой мен. Қанша тірліктер бар. Дұрыс, жұмыс істеу керек қой. Сен? Мен ба? Ой, жоқ мен оқуым бар әлі. Ой, жаным, бармаймын мен әзірге, папа. Дұрыс, оқуыңды оқы енді. Сен бала? Ой, папа, мен енді армияға. Қазір кету керек екен енді армияға? Қазір бару керек екен. Туғы бір ай тірліктерім бар еді да. Бұл тез. Тамақ бірдеңе. Тамақ оның бәрін өзің табарсың. Ораза ұстайсың десең кіші. Ол үйленем ба деп ойлағам ғой. Қызым, қызыңды уайымдама, ол ағаңа тұрмысқа шығайын деп жатыр уже. Ағама тұрмысқа шығайын деп жатыр ма ол уже? Сөйлесіп қойдық. Мәссаған, сол үшін кетіп баратырмын ба мен сонда? Қалай балам, амансыңдар ма? Жақсы, қош келдіңіздер. Жезуға дейтін киноң бар екен ғой. Содан берші бізге билет. Жезуға Кореяда. 3 орын болса екен. 3 орын болса дейсің ба? 3 орын. Сіздер төртеусіздер ма бірақ? 3 баламмен келдім ғой енді мен де көрем деп отырмын. Біреуіңіз енді білмеймін. Ой, енді қайттық енді оны. Ас болсын жан. Тәкенді кімді құрта деген ме енді о? Сіз шынымен ойланып тұрсыз ба? Қайсыңызда? Ой, смело. Ол интрига қылып, мен аяп, ондай керек жоқ папа. Бетон киноға кірмейтін өзі мен ғой осы жерде. Мынау онсыз да кіреді, мына кішкентай балаңыз. Мен соғырым, үйге барып тірлік істей беремін да. Нәқып келдім ол. Таксиге ақша. Болды. Балам. Ау папа. Попкорн алып келші анақта. Ақшаң жоқ па? Құрып қайт үйге. Асман жұлдыз болғанда. Сол 20 миллионға соларды алайық енді. Жарай ма? Не болып жатыр? 20 миллионның әңгімесі болып жатыр бұл жерде. Базар. Кетіп қапсыздар ғой, Ағаңа машина алып берейін деп отырық. Мына ініңе жер алып қояйын деп отырмыз. Мамаңа шуба аламыз. Шында? Көрдің бе? Саған бірдеңе керек пе? Шын айтып тұрсың? Айт. Қалай болады деген? Ой, тез айтсайшы. Жезуға Кореяда кинотеатрда соны көрсем болды.
Күшті кино я. Алдым біз көрген. Бопты, барасың. Не қақтан келіп жатқан ақша? Білейін деп жатқан ғой. Не ақша болғанда сен бүйрегіңді сатамыз. Ал. Бір бүйрек жоқ қой онсыз да менде. Ей, ақша жоқ қой басқа. Не істейсің бізге? Базар жоқ. Кино отказ екен да онда, Сен жуынып дайындала бер. Зор. Майлы бірдеңе жеп қойып жүрме, Ой, бәлем. Бауырым, осы жердің охраннигімін, камерадан көріп кеп тұрмын. Темекі шегіп тұрсың мына жерде. Не дейсің енді? Жаңа темекі жоқ деп ғой маған айбон-ау. Әке ана темекіңнен бер. Қамал ғой ол. Мынаны бере салып өлтіре салам. Нұргүл қалайсың? Жағдай қалай? Нұргүл қырда өскен бір гүл дейді. Апа демісің, апа дем. Номеріңді берсей ма? Жазып алыңыз. Қазір парақ ручканы алып келдім ғой, білем. Бауырым, мына жерге машина қойып болмайды. Апса. Біз не мына жерде кукуруз охранять етіп тұрық па? Жүгер қаншадан көке? 200 теңгеден. Ала бер, сап бересің. Болмайды. Машина қарап жүрсің ба? Осы машина ғой негізі, таза. Ол тас жолға қалай бұл? Қазақстанда тұрасың ғой, уайымдамасай. Тауға ше, тауға. Өй, осыған арналған ғой. Темір жол ше. Пойыз бар ғой оған. Пойыз жүреді ғой. Айдайсың да бұны? Саған бір секрет айтайын. Осы Жетур Доскарда машина алған адамдардың арасында конкурс отыр. Қандай? Бірінші орынға Алматыдан пәтер берді. Екінші орынға автокөлік. Үшінші орынға 2 адамға путевка. 10 октябрь мен 31 декабрь аралығында үлгеріп қал. Жан-жаққа айтсай, достарың айт. Адрес Жібек жолы 82/2. Білесің ғой, Білемін. Енді құры жабылып қалған кезде келіп тұрсың ғой сен түнде. Қойш. Демалып жатырмын ғой мен. Айуан. Інім, жеңгеңе шуба көрдік, жаурап жүр. Біздің шубаларды кисе жеңгем терлейді ғой. Жеңгем өзін шақырсаңшы, кисе. Ойбо, жеңгем өзі жалтырақ қапты ғой. Шуба бола бастапты ғой денесі. Кисін де бірдеңе. Енді еркек басымен ұятты енді киіп көрсетейін жарай ма? Денесі сен сияқты өзі. Опа, құшақтау керек па бірден? Кімге батсыз сіз? Тоқалға ғой. Бәсі жабыс өліп баратсыз ғой. Ойбай, ағам мынаң арты жаман бүгіп біз мынаны бірден шешіп тоқал шақырасаңшы. Қасқыртікінен, аюдікінен, қояндікінен бәрінен бар. Кім кездедіңіз сіз? Жеңшеңе ғой. Жеңшеме ма? Жыландікі жоқ онда. Маған сенсеңші, мынау аюдың жүннен жасалынған мынаны алмасаңыз бар ғой, аю тіріліп кетеді. Қой, Көрдіңіз ба? Аю тіріліп кетеді, жаман. Мынау міне бөрінің терісінен жасалынған мынау. Қой, енді бөрі емес шығарсың. Бөрімін. Бәләмән. Нап ерте шығып қойын қазір. Қоянның дауысын кім салады енді қазір? Қоянды көрсетпей қойын енді, Yok қалды, алдын ағам. Жеңгеңе ұсталып қалдың ба? Көмір болдым десеңізші. Қалайша тып-тыныш шығып қалды деп сізді? Уайымдамаңыз. Мынау Эди фабрикасында шубаларға распродажа болып отыр. 7 мыңнан, 11 мыңнан, 13 мыңнан сатып отыр. Еш жерден бұндай баға таппайсыз. Ассортименттер қырғын, российский, турецкий, итальянский шубаларға 80% жеңілдік болып отыр. Адресті жаттамаған шығарсыз өзі де. Мақтаулы 127/1. Келе бересіз уайымдамай. Жеңгең точно кешіре ма? Енді жеңшем кешірмей қайда барады дейін десем, жеңшем келе жатыр, шашын жұлып ала жаздапты ана тоқалдың. Мамам келе жатыр ар жағынан. Астарлы ақиқат болады қазір. Қашыңыз. Десу керек. Короче, қызым таланты бар, таныс болмай тұр ғой. Болды ғой, сонда керек қой бізге. Қызыңыздың ән айтқан видеосы бар. Ол тамаша. Бол, біз өзіміз сол. Если есть другая жизнь, то я найду тебя. Таныс жоқ дедіңіз ба? Иә. Танысы болмай ақ қойсын бүгін. Мынаның танысы да жоқ, шансы да жоқ. Жолатпаңыз. Той ұйымдастыру керек, Иә. Қанша теңгеңіз бар сіздің? 2 миллион. Қандай жұлдыздарды көргіңіз келеді? Понти Жорабеков, Жангелді Бағдат, Руслан Сатенов деген жігіттер. 2 миллион әлі де тұр деңіз. Тұр ма? Қалай тұр? Өзім таныстарым ғой. Сіздің тойыңызға атағаным болсын. Сөйлесіп берем тегін. Тайын сіздің қандай өнеріңіз бар? Бере аламын. О, міне, біздің концерттік бағдарламаға керек номер қандай дейсізде? Труба болса бір. Ай, кет, құр. Жолымыз. Шәріпжан қалай жағдай аман ба? Ит сөйлемеш, картайтып өз-өзіңді. Өнер дейтін өлкедегі ағаң боламын мен сенің. 2 ай үлкенсің ғой сен менен. 2 ай. В общем, концертте бүгін фонограммамен ән айтсам тамағым ауырып тұр. Болмайды. Фонограмма дейтін дұрыс емес. Сахнаны сыйлау керек. Шәріпжан бауырым мына өзіңе атағаны мен. Шоколад, мен саған вахтер үшін ба өткізе салатын? Құр. Енді өнердегі Қайда ата дедіңіз? 13 желтоқсан. Жоқ, болмайды. Неге болмайды? Шымкентте жеңіл атлетика алаңында концерт болады. Посвящение дейтін концерт. Белучи келеді, Садрадин, Әлішер Қонысбаев, Әли Өтенов, тағы мықты әншілер келеді. Билетті Тикетоннан аласыз. Мына жерге афиша шығарып қоямын. Сол жаққа келсеңіз болады.